Тугисті көп адамдар әлі білмейді. Қасымда тұрған Өскеменнің өзінде Тугис бүгінгі таңда 11 жыл жұмыс жасап жатыр. Біздің мамандардың барлығы Семей қаласының тұрғындары. Навигаторда бізде қазақ тілінде бар, екі озвучкамен Ирина Кайратовна және Текуиндікі. Кептелістер қалай анықталады? Космостан қалан сурет алынады. Көп ойлайды, соған аңдып отыратын бір кісі бар деп. Негізі жолды ғана емес, Алакөлге баратын, сол Алакөлдің басындағы әрбір база отдыха дейміз ғой, демалыс үйлерін бәрін көрсеңіздер болады. Айтып өттіңіз ғой, Ирина Кайратовнаның Текуиннің дауыстары енгізілген, олардың дауыстары қалай енгізілген? Таңнан кешке дейін тұрады деп па? Сәлем көрермен, сіздермен бірге 018 KZ редакциясы және мен Сабина Әлібек. Бүгін бізде өте қызықты эфир болайын деп тұр, өйткені бүгін бізде қонақта Тугис компаниясының Семей қаласындағы өкілі Арайлым Съезбекова. Арайлым, сізді бүгінгі біздің студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді өзіңізбен алдымен танысып алсақ. Үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Арайлым. Мен Тугис компаниясының СММ маркетолог маманы болып табыламын. Алдын ала ескертетін жайт, кішкене егер де қазақ тілінде жеткізуім қиын болса, сіздерден кешірім сұраймын деп қойғым келеді. Олай болса, бірінші сұрақтан бастайық. Бірден Тугис компаниясы Семейде қашан құрылды, қалай құрылды? Жақсы. Қараңыздар, Тугис компаниясы Семей қаласына негізінен 2021 жылдың ақпан айында келген болатын. Ақпан айынан бастап біздің техникалық бөлім, яғни отдел производства өздерінің жұмыстарын бастады. Яғни біздің қаламыздағы әрбір көшелерді, жолдарды, мост, мекемелердің барлығын салумен 7 ай бойы айналысып, сол 21 жылдың тамыз айынан бастап уже бізде коммерция бөлімі, яғни сату бөлімі өз жұмысын бастады. Официально деп айтуға болады. Бір нәрсе құрыла бастаған кезде бұл жеңіл болмайды. Әрине қиындықпен бірге жүреді. Сіздерде қандай қиындықтар болды? Айтып кететін біздегі басты қиындықтардың бірі ол біздегі кәсіпкерлермен жұмыс жасау. Яғни осы айтқандай 21 жылы жұмыс бастайтын кезде біздің мамандар кәсіпкерлерге барып, олардың бизнестары туралы ақпарат сұраған болатын. Сол кезде көптеген кәсіпкерлер ақпараттарын бергілері келмеді. Қиыншылықпен яғни берді, көптеген оговоркамен деп айтсақ болады. Содан кейін ғана жұмыстар бергендері де бар, әлі күнге дейін бермеген адамдар да бар. Және де кейбіреулері Тугис деген қосымша туралы білмегендіктен де сондай сұрақтары да болды, қиыншылықтар сол болды деп айтсам болады. Ақпарат алу жайында. Сонда Семейдің тұрғындары білмейді десек те болады, Тугис туралы. Бірақ жалпы не үшін Семей қаласында онда құрылдыңыздар? 2,5 жыл бұрын құрылдыңыздар, қателеспесем. Ол кезде Тугис барлық дерлік қалаларда, көп қалаларда болды. Семейге де өте қажет болды. Неге Семей қаласында ашылдыңыздар? Ол кезде облыс әлі құрылған жоқ. Қазір бір нәрсе жасалса жаңадан барлығын облыстың құрылғанымен байланыстырады. Сіздер не үшін Семейде құрылдыңыздар? Айтып кететін жайт, ол бізде негізі Тугис қосымшасы бүкіл әлем бойынша 11 мемлекетте бар. Оның ішіне бізде орталық Азияның мемлекеттері кіреді, Араб Эмираты, кейбір Европа елдері де бар. Былай айтқанда, санымен айтқанда 1246 қалада бар. Соның ішінде біздің әрине Қазақстанға да ол келді. Қазақстанның кейбір қалаларында 10 жылдан аса жұмыс жасап жатыр. Қасымда тұрған Өскеменнің өзінде Тугис бүгінгі таңда 11 жыл жұмыс жасап жатыр. Енді былай айтқанда біздің яғни құраушыларымыз, ол кісілердің өздері Семей қаласының тұрғындары, сол басқа қалаларға барып, Тугистің бар екенін көріп ойлады. Неге біздің қаламызда сондай карта жоқ? Бұл айтқанда өткен жай ғана карта емес қой, бұл үлкен справочник деп айтсақ болады. Яғни анықтама, бір кішкентай программа ішінде көптеген анықтама жиналған. Оның ішінде бізде яғни тамақ ішетін мейрамханалардан бастап, ертең бір жерлеріңіз ауырып жатса, әрбір аптека, яғни дәріханаға дейін белгіленген баратын жолыңызды көрсетеді. Ол жаяу болсын, көлікпен болсын, даже велосипедке дейін көрсетілген, уақытына дейін, тіпті таксидің бағасына дейін көрсетіліп берген өте ыңғайлы программа болғандықтан біздің яғни құраушыларымыз ойлады, өз қаламызда да осындай карта жасайық деп. Сондықтан да біз Семейге келдік. Облыс болғанмен ешқандай байланысы жоқ. Облыс бізде 22 жылы 8 июнь айында, шатаспасам, сол кезде жұмыс жасаған болатын, ауысқан болатын.
Сондықтан да облыс болғанға ешқандай қатысы жоқ, тек қана өзіміздің тумамаларымыздың Семей қаласына деген үлкен махаббатынан өздерінің ойларымен құраған қосымша болып табылады, карта болып табылады. Иә. Сіздің сөзіңізге енді қарсы ештеңе айта алмаймыз. Шынымен де тугис барлық адамдардың, барлық тұрғындардың уақытын үнемдейді. Шынымен де өмірлерін жеңілдетеді десек те болады. Енді сіздер мамандарды қалай іздеп таптыңыздар? Өздері келді ме әлде? Біздің мамандардың барлығы Семей қаласының тұрғындары. Компания ашардың алдында объявление берілді, яғни осылай компания ашылайын деп жатыр, осындай вакансиялар бар деген. Сол кезде өздерінің резюмеларын тастаған әрбір мамандарды біз шақырдық, арнайы конкурс жасалды оларға. Сол конкурстан өткеннен кейін олар біздің басқарушы компанияның арнайы жасаған өзінің обучениесі бар, курсы дейміз ғой, соны өтіп, одан кейін уже картаның сурет салумен айналысып бастады. Яғни барлығы өзіміздің Семейдің тұрғындары. Қазір де іздестіру үстіндесіздер ме? Егер де сіздер осы сату жағынан, сатудан немесе осы техникалық программирование бойынша жақсы бір опытыңыз бар болса, тәжірибеңіз болса, әрине біз әрқашанда құшақ жая қарсы аламыз ондай кісілерді. Былай айтқанда, негізінде осы жақында ғана біздің команда үлкейді. Яғни бізде қазіргі таңда коммерция бөлімі екіге бөлінді, яғни екі командаға. Сондықтан да негізі мамандар жеткілікті деп айтуға болады. Байқағанымыздай, компанияның қызметкерлері өте жас. Бұл арнайы сондай компанияның өзінің шарттарына кіре ме? Жоқ, бізде ондай ешқандай шарт жоқ. Біздегі орта жас мамандардың 35 жас ол негізінде былай айтқанда. Бірақ біздің жұмыс ол таңнан кешке дейін офиста отыратын жұмыс емес. Яғни біз мамандар көп десе бір түскі уақытқа дейін ғана офиста отырады. Қалған жұмыстың барлығын оларда қалада істейді. Яғни кездесулер осы клиенттермен, сондықтан да олар көп қалада жүргендіктен бізде в основном былай айтқанда үлкен кісілердің өздері ондай жұмысты қаламайды. Оларға больше былай айтқанда офиста отыратын жұмыс керек. Сондықтан да мамандардың көбі жастар. Осылай. Ал тугис қазақ тіліне аударыла ма, жоспарда бар ма? Қазақ тіліне уже аударылған. Тугис программасы қосымшасы қазақ тілінде аударылған, қазақ тілі бар. Егер де қоса алмасаңыз, тек қана осы қосымшаны ашып, настройкаға кіріп, тіл бөлімінде қазақ тіліне ауыстыра саласыз. Және навигаторда бізде қазақ тілінде бар. Екі озвучкамен Ирина Кайратовна және Дегуиндікі. Өзіңізге қайсысын ұнайды, соны қойып аласыз. Бұл ақпаратты біз білмейді екенбіз, құрметті көрермендер. Егер де сіздер білмеген болсаңыздар, тугис қазақ тілінде де бар екен. Қосымша арқылы настройкаға кіріп дейді, өңдеуге кіріп ауыстыра алады екенбіз. Өзімізге тағы бір қосымша ақпарат болды. Енді сіздердің жұмыстарыңызға тереңірек үңілсек, карта қалай құрылды, жалпы қандай құрал арқылы оның барлығын енгізіп отырасыздар? Қазір мен құралдың бәрін айтсам, ол өте үлкен әңгіме болып шығады. Және де өзім үшін айтсам, мен маркетолог болғандықтан оның техникалық бөлім прям керемет қатты жақсы білемін деп айта алмаймын. Қысқаша былай жауап берсем, негізі программаның өзі франшиза болғандықтан ең бірінші бастауы Новосибирскте басталған, Новосибирск қаласынан. Яғни карта құрардың алдында, салардың алдында космостан қаланың сурет алынады, яғни ғарыштан сурет алынады қаланың, соған қарап уже картаның өзі салынады. Тура солай басқа қалаларында карталары салынған деп айтуға болады. Ал кептелістер ең қызықты сұрақ, мен үшін ең қызықты сұрақ. Кептелістер қалай анықталады? Кептеліс болды ма, бірден сіздер саламыз, қосымшада тұрады уже. Қалай анықтайсыздар? Көп ойлайды, соны аңдып отыратын бір кісі бар деп негізінде. 24-те 7 уақыт шыны керек, тугис жұмыс істеп тұрады ғой. Робот бар ма екен? Шынында айтқан кезде, негізінде оны біздің ешқандай маман жасамайды. Оны жасайтын осы яғни тұтынушылардың өздері. Яғни мысалы сіз келе жатсыз жолда деп айтайық, алдыңызда бір апатты көрдіңіз, ДТП болып жатыр, барасыз тұтынушы ретінде фотоға түсірдіңіз де өзіңіздің тұрған жеріңізді белгілеп сала саласыз. Яғни бітті, сол жерден уже бір моменті, сол бір сәтте сразу картаға белгіленеді. Осылай деп міне жол апаты болды деген секілді белгі шығады.
Вот осылай оның бәрін істейтін тұтынушылардың өздері. Ал егер де тұтынушылар ондай фото сурет салмаса, жібермесе, онда кептелістер жоқ. Семей қаласында ол енді ғана шығып келе жатыр, шын айтқан кезде. Былай мысалы тугисті көп адамдар әлі білмейді. Біздің яғни қаладан айтқан кезде қолданып келе жатқандықтан олар көп олай белгілей қоймайды деп айтсам болады. Былай Астана, Алматы және де үлкен қалаларда уже көп жыл жұмыс жасап келе жатқандықтан ол кісілер уже сол мезетте сала қояды бірден. Бір тұтынушысы сала қояды да, даже анда фотоға түсіріп басқалар көрген сайын жан жақтан ракурсын алып сала береді. Вот. Одан басқа тағы да вообще қосымшаға қандай өзімде орысша сөздерді қолданып кеттім ғой. Кептелістерден бөлек бір жылда, например, бір айда қандай өзгертулер енгізіліп отырады. Мүмкін бір жаңадан сауда орталықтары ашылып жатады. Олардың барлығын қай уақытта өзгерістер енгізіледі? Біздің бағдарламада негізінде егер де ноутбук, компьютерден отыратын болса, өзгерістер күн сайын енгізіліп отырады. Яғни күнде онлайн форматта әрбір болып отырған өзгерістер енгізіледі. Ал егер де ұялы телефоннан отыратын болсаңыздар, ол бізде аптасына 2 рет, яғни дүйсенбі және бейсенбі күндері енгізіледі. Және де тағы айтатын жайт, ол бізде осы 2023 жылы Абай облысының бүкіл аудандары бізге енгізілді картамызға. Онымен қоса әкімшіліктің қолдауымен Алакөл көліне дейін бізде енгізілді картаға. Енді сіздер тек қана жолды ғана емес, Алакөлге баратын сол Алакөлдің басындағы әрбір база отдыха дейміз ғой, демалыс үйлерін бәрін көрсеңіздер болады. Вот, онымен қоса санаторий мысалы барлығы арасан бар бізде, басқа да біздің яғни мәдени орталықтарымыздың бәрі енгізілген, тіпті Қоңырәулиеге дейін, Ырғызбай atan басына дейін барлығы картада бар. Үлкен сізге көмек болады. Мен ойлаймын, что именно осы бір өзгерісі, ол өте жақсы өзгеріс деп санаймын өзім. Туристерге бұл жағы ыңғайлы болады. Иә, өте ыңғайлы болады туристерге. Жаңа айтып өттіңіз ғой, Ирина Кайратовнаның Дегуиннің дауыстары енгізілген. Олардың дауыстары қалай енгізілген? Бұл сіздерде жұмыс істемейтін шығар. Таңнан кешке дейін тұрады деп па? Негізі бұл өте бір қызықты сұрақтардың бірі. Әрбір озвучкаға келетін біздегі мысалы жұлдыздар айтамыз ғой, оларға арнайы дайын текстовка бар. Яғни барлығын негізі айтатын бір өзін, сол яғни әртіске байланысты, сол кісінің стиліне қарастырып, бізде арнайы дайындап қойдың текстовка бар. Соған қарап, бұл кісілер дауыстарын жазады, ары қарай біз оны программаға енгіземіз. Вот. Ол в основном бізде ол направление ғой, яғни бағыттау сөздері. 100 метрдан кейін оңға, солға бұрыласыз деген сияқты сөздер жазылады. Вот. Демек, бұның барлығы компьютермен жасалады, иә? Бұның барлығы компьютермен, арнайы біздегі орнатылған, скажем так, бағдарламамен жасалатын нәрсе. Қосымша арқылы қаладағы барлық дүкендер, сауда орталықтары барлығы қосымшаға енгізілген. Олармен сіздер серіктестік орнатқансыздар ма? Так, ол жайында былай айтсақ болады. Басында осы айттым ғой, біздің мамандар, техника бөлім мамандары картаны салды деп. Сол кезде барлық мекеме, ТРЦ, магазиндердің барлығы басынан бесплатно тегін түрде енгізіледі картаға. Одан кейін ғана егер де біреуге қосымша жарнама керек болатын болса, осы кезде қосымша айтын келеді информация. Именно тугистің платформасы көптеген бизнестарға былай айтқан кезде өте жарнама жасауға өте ыңғайлы болып келеді. Себебі андай ғой, тугистқа бізге кісілер қалай кіреміз, например, мен мысалы тамақ ішкім келіп тұр бір жерге, мен автоматом кіремде, мысалы там поесть деп баса салам, и уже қасымдағы бүкіл заведение бәрін көріп алам. Басқан кезде сол заведение менде уже мысалы бүкіл меню бәрі шығып тұр мүмкін, отзывы, рейтингі бәрі шығады, оның барлығы қосымша негізінде сол, скажем так, мейрамханаға реклама, жарнама болып келеді. Өз атынан, мысалы бізде картаға баннерлер енгізуге болады, реклама негізі түрі бар. Вот соны уже яғни кәсіпкерлер өздерінің ұсыныстарымен бізге шығып реклама алып уже ақылы түрде жасайды.
деп айтуға болады. Серіктестік орнату үшін не істеу керек? Сіздер біздің инстаграмға дайректқа жазсаңыздар болады. Кәсіпкерлерге шығып жатырмын деп па. Инстаграмға, яғни бізде тугис семей инстаграмы бар, соған дайректқа жазсаңыздар болады. Немесе осы жерде номер қойсаңыздар, осы жерге номер қойсаңыздар, осы номерға хабарласып, немесе бірден біздің офисқа келсеңіздер болады. Біздің офисіміз Семей қаласында, Абая көшесінде 115, Абая көшесі 115/1 адресінде орналасқан бизнес-центр Панорама 2-ші этажда. Үлкен бізде офис бар. Сол күнде біз дүйсенбіден сенбіге дейін таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс жасаймыз. Күтеміз, келіңіздер. Жақсы, рахмет, түсінікті Арайлым. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің эфиріміз соңына таяды. Барлықтарыңызға бүгінгі біздің эфиріміз өте қызықты болды деп ойлаймын. Өйткені менің өзіме тугистің жұмысын білу, жұмыс барысымен танысу өте қызық болды. Сол себепті де сіздерді шақырдық. Келесі кездескенше көрермендер, аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.